Сәлем достар, сіздермен қайта қауышқан мен Мисс Молли Кизат. Және де достар, бізде бүгінгі видео топ 9 менің ең сүйікті мультфильмдерім. Ең бірінші орында тұрған мен үшін ол Симба. Яғни ол Король Лев деген мультфильм. Мен оны сондай қатты жақсы көремін. Ол жерде бір кішкентай Симба деген арыстанның үлкен болып өсіп таққа отыруына дейінгі жағдайы көрсетілген. Және де ол Disney компаниясының шығармашылығынан үзінді десек те болады. Яғни толығымен сіздер оны ютубтан да теледидардан да қарасаңыздар болады. Және де бізде екінші Моана бізде ол да Диснейден. Моана да өте керемет. Ол жерде бір кішкентай қыз үлкен болып өседі. Ол теңізді жақсы көреді. Кейін ол Хауананың жүрегін қайтарып өздерінің елдеріне оралады. Осы туралы. Кейін балерина. Бірақ балерина 3D арқылы көрсетіледі. Балерина менің ең сүйікті мультфильмдерімнің бірі. Ол мен үшін 3-ші орында тұр. Және де балеринада ол кішкентай бір жетім қыздың үлкен балерина болуы. Ол жерде сол туралы айтылған. Және де 101 Далматин. 101 Далматин алтын классика бөлігі Disney компаниясынан шығарылған. Ол 101 Далматин өте қызықты. 101 Далматинді негізі мен кітаптан оқығаным. Кейін теледидардан да қарадым. Бірақ теледидарда соңғы жағы ғана көрсетілді. Сол себептен де мен ютубтан қарап іздеп тауып көрдім. Және де Мұзды өлке. Мұзды өлке маған қатты ұнайды. Ол жерде басты кейіпкер Анна мен Эльза. Оны бүкіл қыздар біледі деп ойлаймын. Және де ол мен үшін 5-ші орында тұрады. Және де ол Disney компаниясының шығармасы. Және де бас бөлшегіндегі шытырман. Ол да 3D. Головка ма солай айтылады, яғни маған қатты ұнайды. Ол жерде кішкентай кезінен бастап қыздың ашу басқарғанда не болатындығы, қуаныш басқарғанда не болатындығы туралы айтылады. Мен үшін 7-ші орында тұрған Перизаттар. Перизаттар маған қатты ұнайды. Өте керемет. Ол Перизаттар видеосы, яғни Перизаттар фильмі сіздерге ұнаса, лайк басыңыздар. Және де маған қатты ұнайды. Мен өзім лайк басатын боламын. Disney компаниясынан шыққан, және де сол туралы айтып кетейін. Кейін бізде 8-ші орында Сұлу мен Құбыжық. Сіздер де білесіздер деп ойлаймын. Оны жаңа жыл қарсаңында шоколад жеп отырып көргенге не жетсін. Ай, арман. Белл. Ол жердегі басты кейіпкер Белл. Және де мен жыл сайын оны жаңа жылда қайталап көре беремін. Маған ұнайды, мен Белл секілді болғым келеді. Сіздер де Беллді ұнатсаңыздар, лайк басыңыздар. Бізде 9-ші орында тұрған соңғы ол мультфильм Аңдар шаһары. Аңдар шаһарында бір қоянның қалай полиция болып өз мақсатына жеткендігі туралы айтылған. Бұл Аңдар шаһары деп сіздер ютубқа жазатын болсаңыздар, ол іздеп сіздерге Аңдар шаһарын тауып береді. Ол өте керемет. Және де достар, осымен менің бүгінгі видеом аяқталды. Бұл видеоны лайк басыңыздар, арнама тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.